Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз мынау Алматы облысында, Алматы қаласы маңында бір кішігірім бақта тұрмыз. Осы жерде қазір кішкене алманың кесудің тағы да бір видеосын бөлісетін боламыз. Ал бастадық онда. Ең бірінші мынау алманың бір негізгі бір заңдылық бар, 60 сантиметрге дейін, яғни ешқандай бұтақ болмағаны дұрыс деген. Өйткені бұл жерде ертең арам шөптерге қарсы өңделіп жүретін болса да, ол үшін мыналарға тиіп, ағашқа зиян келмес үшін 60 сантиметрге дейін негізі ешқандай бұтақ болмаған дұрыс. Ол жерде штамм деп айтайды. Оларды алып тастағанымыз дұрыс. Түбінен. Сосын мына жерде былтырғы жылы мына жерде бір кескен, осы жерде мына жерде кішкене қалдырған соң мына жерден бір жылдық нелер өскендер өсіп кетіпті. Яғни бұл ағаштың жапырақ аппаратын қалпына келтіру үшін берген өзінің қайтарымды реакциясы. Бұл ағаш үшін өте жақсы. Оңысы мынау да жақсы, бойларын қараңыздар, ұзындығы қандай ұзын, яғни бұның қорекпен ешқандай несі болмай тұр, қатты мәселесі, яғни қорек жеткілік тұр. Өйткені жапырақтарды тез орнына қалпына келтіріп алды. Бірақ бұл бізге бұндай өскен бұтақтар жеміс беруге емес, жалпы бұл тек қана жапыраққа жұмыс істейтін болады. Сол үшін бұларды біз алып тастауға тырысайық. Мына біреуін қалдырсақ болады. Бүйтіп болашақта бұл бізге бұтақ ретінде керек болады. Сол үшін мына жерде бүршіктерді көріп тұрмыз ғой. Сол үшін мына сыртына қарап өскен бүршікке қарап несін кессек болады. Мына жерде міне тұр. Бүршікке жатқан онда кескен кезде осылай кішкене жақындатпай кесу керек. Өйткені жақындатып кессеңіз, бүршікті зақымдап аласыз. Сол үшін кішкене осындай қара қашық сақтап кескен абзал. Мынаны да сол сияқты міне. Бірақ мынаны алып тастасақ, өйткені мына жерде бір бұтақ бар екен. Бұны сонда да мына жерден кесіп қалдыра салайық. Ертең мына бұтақты алып жататын болсақ, орнына бізге алмастыратын бұтақ керек болады. Мынаны солай істейік. Мына біздің керек емес, өйткені мына шекке қарап өсіп тұр. Сонда да кішкене қалдырамыз. Мынау да сол. Кішкене қашып кезінде тұра берсін. Сосын ішке өскендер мына түрді алып тастаңыз, керек емес ішке өскендер шығасыз. Болды, астыңғы жақтарын жоқ мыналарды алып тастасақ, мына ішіне қарап өскендерді мына. Енді жоғары жағына ауысатын боламыз. Мынаны да бізде бұл сулы қатқатын деп айтсақ болады. Water sprout деп айтады. Осындар мұнда кесіп тастасақ, мына түбінен шығатын болса, түбінен шығатын кезде бұны былай қарап бұтаққа бізге қосымшада тұра берген абзал. Одан кейін жоғары жақтағы мыналар да сол, өйткені жоғары жақ өсіп бара жатыр. Ағаштың өзінің генетикасында бар. Егер көбінесе алма ағаштарында жоғары қарап өскендерде ол өнім салуға несі төмендеу болады, қабілеті. Өйткені ол жоғары өсуді ғана ойлайды. Сол үшін біз оны қоректі элементтер былай тамырдан келген кезде жоғары қарап кете береді. Сол үшін біз мүмкіндік болса оны бұратын болсақ, былай байлап қоятын жағдай болатын болса, байлап қойсақ жақсы. Мына жерін бір 45 градусқа бұру үшін. Егер ол болмаса, жоғары кететін болса, оны біз амал жоқ былай кесетін боламыз бүршікке, сыртына қарап өскен бүршікке. Олар да солай кетіп бара жатыр. Мынаны да солай кесейік. Сосын жоғарыда мына жерде алмалар бар екен, мынаны алып тастайық мына жерде. Мынау да кішкене жоғары кетіп бара жатыр, онда ұштарын аламыз. Егер де сіз көп кесетін болсаңыз, ұзақ көп өседі. Қысқа кесетін болсаңыз, кішкене қысқа ғана өседі. Сосын төбедегі мына жерде екі айырма тұр. Осыны біз біреуін қалдырмыз керек, екеуі бізге болмайды. Сол үшін біз бір басшыны қалдырамыз да, оны да басын кесіп тастасамыз. Мынаны да алып тастаймыз. Мына бұл бұтақ бітті. Алар жеміс гүлдері. Осыдан әрқайсы гүлдейді, гүлден әрқайсынан бір үшеу, төртеу алма шығатын болады. Мына жердегі біз мынаны да жанын қарап өсіруге бұруымыз керек. Ол үшін мен мына жерін атқысам деп тұрмын. Мынаны да алайық.
Bunu bu neyse. Tamam. Кетті, соңғы бұтаққа қалды. Келіп. Бұл жерде ішке өскен бұтақты, ішке қарап өскен бұтақты алып тастайық. Өйткені бұл ертең бір-бірін жабады. Өйткені жапырақ күн сәулесі түсетін жапыраққа қарағанда түспейтін жапырақ фотосинтез процесін 10 есе аз жүргізеді өз бойында. Және ол жерге күн түспейтін болса, ол жерге жаңбыр ылғал жиналатын болса, ол жерге міндетті түрде зиянкестер және ауру міндетті түрде таз қотыр ауру немесе ағынтақ аурулар міндетті түрде дамитын болады. Сол үшін біз күн сәулесі жақсы түсетін, яғни фотосинтез жақсы жүретін және желденетін сондай жапырақ ағаштың құрылыс жасауымыз керек. Одан кейінгі ең бір несі дейді, көрсеткіші жақсы болған құрылысын жақсы арасынан торғайлар ұшып өте алатын болса, ол жақсы құрылыс деп айтып жатады жалпы ағаштардың. Ішке өскендерін алып тастай салайық. Жоғары кетіп бара жатқанда біз мынау қатты мынау енді бойға алып жатыр. Өйткені мынау кішкене жуандап кеткен, жақсы қоректеніп жатыр. Соны біз оны алып кішкене қоректі жанына қарап, жанама бұтақтарға жіберейік. Мына жерде сол жоғары кетпеу үшін жанына қарап, өзінің жанына қарап қысқартайық. Мына біз қарайтын болсақ, мынау несі бұрышы 90-ға кеп тұр. Бұл егер жеміс салатын болса, бұлай кішкене қисайтын болады. Сол үшін бізге бұндай бұтақтар кішкене тиімсіз деу деп ойлаймын. Бұны алып тастай салайық. Сосын мынаны жанына қарап жібере саламыз. Осымен болды. Міне бүгінгі кішкене кескен ағашымыздың осы нәтижесі осылай. Сұрақтарыңыз болатын болса хабарласыңыздар. Қолдан келгенше кеңесімізді береміз.